Ел дауы мен жер дауына елеңдеп жүрген қоғам белсендісі Мұхтар Тайжанға қоқан-лоққы көрсеткен кімдер? Кезінде долларлы миллионер болған бизнесмен, экономист және саясаткер өзі және отбасы жайлы қандай сырымен бөлісті? Кезекті Медетжан Ізғұттыға берейік. Баршаңызға ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Бүгінгі қонағымыз белгілі экономист, қоғам қайраткері Мұхтар Тайжан. Қош келдіңіз. Қазір өзі ана тіліміздің жайын айтсақ, болмаса бір жердің иесі кім екенін айтсақ, ұлтшыл деп шығады. Патриот деген сөздің де өзі қадір кетіп бара жатыр. Қазір екінің бір ұранға айналдырып жіберді. Бірақ енді сізді ұлтжанды, мемлекетшіл азамат ретінде жақсы білеміз. Енді сізден егер осы ел үшін, мемлекет үшін не істедің деп сұраса, не деп жауап берер едіңіз? Негізі ұлтшыл деген сөзден қашпауымыз керек. Өйткені ол Әлиханның, Ахметтің, Міржақыптың сөзі ғой. Ұлтшыл деген адам ол мемлекетшіл деген адам. Сосын ұлтшыл деген қазақ ешқашан рушыл болмайды. Рушыл адам ешқашан ұлтшыл бола алмайды, өйткені ұлттық деңгейіне көтере алмайды. Енді не істедің деген сұраққа, меніңше бұл сұраққа жауап журналистер немесе халықтың өзі, балаларым жауап беру керек. Ал енді өзіңізге сол жаңағы ұлтшыл деп неше түрлі айдар тағып жүргендерге не деп жауап бересіз, не деп айтасыз соларға? Иә, мен ұлтшылмын. Бұндай сөзден мен қашпаймын, мақтанамын. Иә, ұлтшылмын. Әкем де ұлтшыл болды. Иә, мына желтоқсандықтар да ұлтшыл, Алашорда қайраткерлері де ұлтшыл. Бәріміз ұлтшылмыз. Ұлттың ішінде ұлтшылдар болмаса, мұндай ұлт жойылып кетеді негізі. Сондықтан бәріміз ұлтшыл болуымыз керек. Ұлтшыл көп болса, бұндай ел мықты болады. Жер мәселесін қозғап жүргеніңізді білеміз қазір. Бірақ енді жердің иелері кім екенін де білесіз. Ол үлкен лауазымды қызметтерде отырған адамдар бар арасында. Сізге қоңырау шалып болмаса, қоқан-лоққы көрсеткен сәттер болған жоқ па? Басында болған. Басында қорқыту да болған, пара да ұсынылды, ол 2016 жылы. Ал қазір ол бесполезный екенін біліп отыр ғой, сондықтан ешқандай бала кезінен ешкімді әлі қорыққан емеспін. Баласы детсадтан бастап. Сондықтан өйткені менікі дұрыс қой. Егер менікі бұрыс болса, мен кешірім сұраймын. Менікі бұрыс деп мойындаймын. Ал егер менікі дұрыс болса, мен тоқтамаймын. Жолынан таймаймын. Бір жақ, сосын, мына лауазымды адамдар бар, жерді ұстап отырған бар, депутаттардың да ішінде бар, енді жасыратын жоқ. Ал бірақ та елде халықтан жоғары, халықтан күшті ешқандай құбылыс жоқ. Сондықтан біз бәрібір жеңеміз. Өзіңіздің жеріңіз бар ма? Еліңізде? Жоқ, менің бір метр жерім жоқ. Кезінде мен бизнеспен айналысқан адаммын ғой. 60 гектар промбаза болған, мен құрылыс жасадым, бірақ 14 жылы тартып алды енді. Одан бері жоқ. Қазір бизнеспен айналыспайсыз, табыс көзі не қазір сонда? Мен 13-14 жыл бизнеспен айналысқан адаммын. 2008 жылы мен доллары миллионер болдым. Мен салықты төлеп тастап, кредиттерімді жауып тастап, бәрін төлеп, $1 миллион ашық түрде депозитке қойғанмын өз атыма. Өйткені ол менің таза еңбегімнің жемісі. Құдайға шүкір, ешқашан бауырым, менің енді тағдырым сондай болды. Мен ешқашан кедей болған жоқпын. Өйткені әкем елші болды. Мен қалада өскен қазақпын, асфальтта өскен қазақпын деп айтуға болады енді. Шыны керек енді, шыны сондай ғой. Сосын бизнеспен айналыстым. Кедей болған жоқпын. Президент әкімшілігінде жұмыс істедіңіз, мемлекеттік қызметте болдыңыз. Осы тәжірибеңізді, біліміңізді ары қарай жүзеге асыруға үкіметке болмаса парламентке шақырған жоқ па? Или істегіңіз келмей ме сол жерде? Жоқ, ондай нақты ұсыныс болған жоқ. Өйткені мен барсам, мен ұстанымды өзгертпеймін. Мен ешқашан нұр отандық бола алмаймын. Өйткені менің көзқарасым басқа.
Меніңше енді мен қазір 46-тамын. Өзін айтқандай, иә, мемлекеттік жұмысын мен білем. Университеттен кейін 4 жыл жұмыс істедім. Мені де кейбір адамдар осында жеке де біледі. Білімім мені Құдайға шүкір бар. Мен экономиканы өте жақсы көремін. Ол менің бұлай хоббиім да, ол менің мамандығым да. Әкем де экономист болды айтпақшы. Кандидатпын, қорғадым. Бизнесте 14-13 жыл жұмыс істедім, тәжірибем де бар. Құдайға шүкір денсаулығым да бар, күшім де бар. Балаларым өсті енді. Ондай жұмыс атқаруға болады, бірақ ол үшін не керек та, саяси ниет керек. Реформаны жасау үшін біріншіден билікте шынымен саяси ниет болу керек. Біз реформа ол деген не? Ол деген әділетті мемлекетті құруға. Өйткені елде әділеттік болмаса, бұнда ел дамымайды ешқашан. Қоғамдық жұмыстармен көп жүресіз, сапарларда боласыз. Бірақ енді отбасына қаншалықты көңіл бөлесіз, қаншалықты жақсы әкесіз? Жақсы әке екенімді сезем. Өйткені мен балаларымды жақсы көрем. Балаларым Құдайға шүкір өсті. Қазір 22-де студент, қызым биыл бітірді, университетті үздік бітірді. Әйелім қасында қанша 24 жыл бойы бірге тұрып келе жатырмыз. Махаббатымыз бар бүгінге дейін. Түгел елді бірге екеуміз аралап жүрміз. Ол тек қана менің әйелім емес, ол менің пікірлесім. Ол да мақсатымыз бір. Мына елге реформа жасап, халықтың жағдайын жақсарту. Өйткені қазақ деген ол байқалып болу керек. Кедей болмау керек бізде шынында да. Мұхтар, енді уақытыңызды бөліп бізге сұхбат беруге көп рахмет, еңбегіңізге жеміс тілейміз. Үлкен бастама қолға алып жатқан істеріңіздің бәрі аяғына дейін жетуіне тілектеспіз. Жақсылықта кездескенше. Рахмет.